күнге теңеп, одан кейін нұрға теңеп, одан кейін көше беріп, одан кейін қаланың атын беріп, айтқан сөзін жерге түсірмей, әрбір сөз қанатты, қасиетті деп отырған тағы өзіміз 30 жылдан кейін соның аяғы қаңтарға кеп тіреді. Қаңтарға кеп. Құдай жасағанды қою керек та. Ол бізге қызмет ететін ақылды, жаңа бізден артық 20 миллион халықтың ішінен үзіліп шыққан бір жақсы адам бізге қызмет ету керек. 7 жыл жақсы келістік, 7 жыл қызмет етті. Сіз айтқан бұл әңгімені жүзеге асыруға қазіргі Смайылов үкіметі, қазіргі саяси кадрлар басшылықтағы, ел басшылығындағы құлықты бола қоя ма? Үміттеніп едім. Әйбір әділдік орнаған шығар деп. Бірақ әділдік орнамағаннан көзім жетіп келе жатыр. Соның барлығына кім кінәлі? Мен ойлаймын, соның барлығына біз өзіміз кінәліміз. Удомен босатуға тыйым салатын заң былтырдан бері күшіне енсе де, бостандыққа шығудың жаңағы удомен әртүрлі тетіктері бар, айналма жолдары бар. Бір информациялық жаңағы ақпарат болса 2 миллиард береді, тағы бірдеңке болса 3 миллиард береді, енді бір қозғалса жаңағы ресторан береді, енді бір қозғалса қонақ үй береді тағысындағы. Бұл сонда қозғалған сайын жаңағы аспаннан жауап береді, бұл не қылған байлық? Бұл деген біздегі заңның жұмыс істемей тұрғаны деген сөз. Заңнама сот реформа комитетінде жұмыс істедім. Адамдардың келіп жатқан хаттары мынандай. Мына әріптестеріміз көрсетіп жатыр ғой, жәшігімен тұр деп. Оның барлығы кабинетіндегі жаңағы жәшігімен тұрған хаттар жайдан жай келіп жатқан жоқ. Сорлап жатқан адамдардың соттардан көріп жатқан зәбірі. Қоғамда қызу талқыға түскен тақырыптардың бірі бұл. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі, Болат Назарбаевтың оқыс қазасы. Мынандай бай жерде отырып, шетелге барып, капуста жинау. Біз осыдан бір 15 жыл бұрын күлуші едік. Бізге келіп жатқан жаңа гастарбайтерлер деп. Өзіміз сол гастарбайтердің жағдайына жетіп қалдық бүгін. Ақжол көтеріп жүрген депутаттық сауалдардың бір сыпырасына тоқтала кеткеніміз дұрыс шығар өйткені. Жақсы. Мен әңгімені жер қойнауын игеру туралы келісімдерден бастасақ, яғни Ақжол партиясы 51% Қазақстанның еншісінде болуы қажет деген бастаманы көтерді. Үкімет әуелде бұл ұсыныстан бас тартқанымен кейін 50%-дің тегерегінде деген шешімге келді. Жер қойнауын игеруде шетелдік инвесторлармен келісім шарт жасасуда, пайда өнімді бөлуде, пайда 51% мемлекеттің мүддесінде болуы қажет деген. Бұл сіздердің депутаттық сауалдарыңыздың, сіздердің бастамаларыңыздың бірі. Тағы? Енді бүгін шын айтқанда біздің экономикамыз тікелей осы жер қойнауына тікелей тәуелді болып отыр ғой. Бұл неше жылдық біздегі елдегі өндірістің нақты, шағын бизнестің, орта бизнестің дамуының деңгейін көрсетеді. Ол біздегі бұл кәсіпкерлер, біз кәсіпкерлердің партиясымыз дейміз, кәсіпкерлерді қолдаймыз дейміз. Бұл кәсіпкерлер, бұл мемлекеттік атқарып отырған функциясын атқарып отыр, елді асырап отыр. Біз кәсіпкерлерге мынандай жаңағы алдын ала дейді ғой, заведомо алдын ала андай қылмыскерге қарағандай көзқарасты тоқтатуымыз керек. Ондай бүгінгі салық органдарымен, бүгінгі біздің азаматтармен кездескенде бүйтіп қарап түсінетінім бір олардың көзқарасы кәсіпкерлерді бір жау сияқты қарайды. Соған сәйкес барлығы, яғни салық төлеуден қашып, тығылып, бір сондай көзқарас қалыптастырады. Енді мынау жаңа шарттарға келетін болсақ, енді ең бірінші инвестор тарту кезінде осыдан 30 жыл бұрынғы еліміздегі жаңа бөлініп бөлшек болып қалған технологиядан жұрдай елімізге инвесторлар әрине тартылды. Мынау бұл жаңағы біздің жақында қайғылы оқиға болғанына Теміртауда Миттал осы сияқты ірі алпауыттар шын айтқанда біздің азаматтарға да ұсынылған шығар. Бірақ ондай шама болмай инвесторлар келді. Сол кезде әрине бұндай қанаушылық шарттарға қол қоюға мүмкін мәжбүрда болған шығар. Мүмкін оның себебі ар жағында елдің көзінен таса көлеңкеде жасалған шарттар,
неше жылға осы қаржы ішінде анау негізгі келісімшарттан бөлек негізгі қосалқы келісімшарт. қосалқы келісімшарт болуы да мүмкін. Бүгінгі бұл жаңағы әділетті Қазақстанның жаңағы жұмысы алдында. Бізде мына әшкерелеу керек. Әшкерелеу, бірақ мына біз Конституцияға осындай өзгеріс енгізгеннен кейін, осындай халыққа жариялап, жер қойнауы, оның астындағы үстіндегі байлық халықтікі дегеннен кейін, біз осы жаңағы түзетулерді өзіміздің осы 51% жаңағы елдікі болсын. Енді мысалы еліміздегі ең үлкен кен орындары, мұнай орындарынан бізге қалатыны 1,5-2% деген, бұл деген не деп айтуға болады? Бұл қазынаға құятын қаражаттың көлемі сол 1-2% көлемінде. Шегінде бұл абсурдты мәселе десе де, сіз айтқан бұл әңгімені жүзеге асыруға қазіргі Смайылов үкіметі, қазіргі саяси кадрлар басшылықтағы, ел басшылығындағы құлықты бола қоя ма? Енді бұның алдында да жасаған Ақ жолдың көптеген ұсыныстарына қазақша айтқанда сұсы жетпеген, қазақша айтқанда қолынан келмеген бұл үкіметтің қолынан келеді деп мен ойламаймын. Бұл бізде мына қазір жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деген бөліну бар ғой, Нұргелді. Бұл өзімізді ауылда өстік қой бәріміз. Жаңағы жоғар жақ пен төмен жақ, өзеннің ар жағы мен бер жағы қазаққа өзі бөлініп солай ауылда әртүрлі. Бұндай бөлінуді мен өзім дұрыс деп санамаймын. Бүгінгі отырған шенеуіктер, бүгінгі отырған премьер-министр, бүгінгі отырған мәжілістің төрағасы, сенаттың төрағасы, бұлар қай жерден түсті? Бұлар кеше пайда болған жоқ қой, төбеден салбырап аяқтары түскен жоқ қой. Бұлардың барлығы, егер бүгінгі тілмен айтатын болсақ, ескі Қазақстанның өкілдері. Тырнақшаның ішіндегі. Сондықтан бұл ескі жаңа деген ұғымды мен өз басым қарсымын. Заң жұмыс істеу керек, болды, заң. Ескіге де, жаңаға да барлығына ортақ заң болу керек. Қылмыс жасадың ба, дәлелденді ме, ол жазасын алу керек. Ал енді мынандай бөлініп, мына отырған барлығымыз бұрын Қазақстаннан шыққанбыз. Назарбаев басқарған тұста да өмір сүрдік. Назарбаев басқарған тұста да өмір сүрдік. Мына біз бүгінгі 30 жылдан кейін отырып алып, жаңа Назарбаев болмаса оның туыстары ұрлық жасады. Жаңағы неше түрлі жаңа айтпаған сөзіміз жоқ, айтып жатырмыз, соның барлығына кім кінәлі? Мен ойлаймын, соның барлығына біз өзіміз кінәліміз. Қоғам ба? Ең басында мына Назарбаев алғаш отырған кездегі сөздерін байқайсыз ба? Мен мәңгілікке отырған жоқпын деген сөздер. Мен тізетін болсам көп ондай сөздер. Мына елдің алдына шығып қандай тамаша сөздер айтылды. Бірақ соны жаңағы бір сайлаудан кейін бір сайлау, бір референдумдан кейін бір референдум, тіпті одан кейін күнге теңеп, одан кейін нұрға теңеп, одан кейін көше беріп, одан кейін қаланың атын беріп, айтқан сөзін жерге түсірмей, әрбір сөз қанатты, қасиетті деп отырған тағы өзіміз. 30 жылдан кейін соның аяғы қаңтарға кеп тіреді. Қаңтарға кеп. Енді бізде жаңа Қазақстан дейміз, сол жаңа Қазақстанның президентіне жаңа тура сондай жұмыстар қайта басталып келе жатыр. Тура сондай жұмыстар. Біз енді адам баласының пенде екенін ұмытпауымыз керек. Адам баласы ет пен сүйектен жаралған адам. Ол деген қолына осындай шексіз билік тигеннен кейін, қолына осыншама байлық тигеннен кейін, қасында жүздеген ләппай тақсырлар жүргеннен кейін адам баласы бұзылады деп ойлаймын. Сондықтан бізде осындай жол бермес үшін мен өз президентімді, мысалы мен бірінші президентті де болмаса екінші президент жаман болғанын қаламаймын. Мен басқа халықтар бізді мазақ қылғанын қаламаймын. Мен бір қырғыздармен кездескен кезде осындай қырғыздарға осылай, ой, сіздерде әр жыл сайын революция болады, 5 президент кетті дегенде, осы менің досым қырғыз ренжіп қалған, қатты ренжіп қалған. Мен қаламам ондай, мен осындай көршім мені мазақ қылған, мен де сондай бір байсалды ел болғым келеді депші. Мен де соны қалаймын. Ол мен бүгінгі президентім жек көріп отырғаннан емес. Енді бір 20 жылдан кейін ескінің ескі Қазақстан деп отырмас үшін мұнан. Қайтаданшы. Ескі Қазақстаннан қалған ескі Қазақстан. Сондықтан мына бүгінгі бір күндік өмір, бұрынғы 10 жылдық өмір көп пара-пар келеді. Бүгін өмір жылдам ағып жатыр. Жылдам. Міне біз жаңа айтып отырмын ғой. Жаңа ғана мен депутаттық сауалға көмектесіп отырмын. Біз осыдан 2 жыл бұрын Starlink деген мына Илон Масктың
компаниясы Қазақстан нарығына келеді, Starlink деген. 2 жыл бұрын айтқанбыз. Соған дайын болыңдар деп. Дайын болыңдар. Сол келген кезде жаңағы алыс-алыс ауылдарды, алыс-алыс атқан соған дайын болыңдар, соны қабылдап біздің азаматтарға жаңағы сапалы интернет беруге дайын болыңдар деп 2 жыл бұрын сауал жасағанбыз. Міне биыл Starlink айтып отыр. Міне біз келдік дейді. Платформаның бәрі жұмыс істеп тұр дейді. Оған мына алыс ауылдарда азаматтар өздері қондырғыларын қойып өздеріне Starlink'тан бүгін байланыс алып отыр. Ана алыс адам жетпейтін жаңа торғайдың даласында отырған малшы жігіт жаңа ғана хабарласты. Енді мына сіздің істеп отырғаныңыз заңға қайшы. Бұл деген біз бақылауымыз керек, біз реттеуіміз керек. 2 жыл бұрын біз ескерттік мысалы, Мен сол сияқты ескертіп отырғаным, біз мына өзіміздің президенттерден Құдай жасағанды қою керек та. Ол бізге қызмет ететін ақылды, жаңа бізден артық 20 миллион халықтың ішінен үзіліп шыққан бір жақсы адам бізге қызмет ету керек. 7 жыл жақсы келістік, 7 жыл қызмет етті. 7 жылдан кейін басқасы ауыссын. Елдің мүддесі, елдің мақсаты, елдің байуы ол ауыспасын, қалған президенттер ауыса берсін. Оған бір президенттің соңынан оның 20 жылға дейін жаңағы билігін жалғай беретін ешқандай мен себеп көріп тұрған жоқпын бүгін. Сондықтан бүгін осыны тағы да мысалы жаңағы сен президентке қарсы сөз айтып, мәселе ода емес. Ол бүгін ас үйде отырып айтылған нәрсе ертең көшеге шығады. Иә. Сондықтан бүгін Құдай жасағанды қойып, президенттің тарапынан болмаса президент әкімшілігі, болмаса президенттің қасындағы кісілерден кеткен шығар, мүмкін сондай қателік. Адамды жаңа айтып отырмын, адам баласы да пенде ғой. Құлағына сен ғұлама деп құя берсе, әрине ғұлама болады. Сондықтан біздің енді болашағымыз үшін, мынау елдің мүддесі үшін, мына бүгін Қазақстанды, жаңағы елімізді, мына бүгінгі қиян кескі әлемде болып жатқан әртүрлі геосаяси жаңағы оқиғалардан аман есен алып шығып, Қазақстанды өркениет ел болсын десек, біз бүгін шындықты айтуымыз керек. Иә. Президенттің айтып отырған жаңағы әділдік деген сөзі, бұл өмірдің көп саласынан шығу керек та. Жаңағы сайлаудағы әділдік болу керек, биліктегі әділдік болу керек, соттың әділдігі, ең бірінші бидің әділдігі, біздің соттардың әділдігі болу керек. Бүгін сот әділдігі деген адамдар қай жерге бармасаңыз, партия болсын, мен осы 2 шақырылым жаңа заңнама сот реформа комитетінде жұмыс істедім. Адамдардың келіп жатқан хаттары мынандай. Мына әріптестеріміз көрсетіп жатыр ғой, жәшігімен тұр деп. Оның барлығы кабинетіндегі жаңа жәшігімен тұрған хаттар жайдан жай келіп жатқан жоқ. Сорлап жатқан адамдардың соттардан көріп жатқан зәбірі. Міне біз кеше ғана Шығыс Қазақстаннан келдік. Өкінішке орай қазіргі уақытта бізде сот билігі де юра өзге биліктен жоғары билік саналғанымен, өкінішке орай соттар бірінші жергілікті аймақтардағы соттар бұл жергілікті әкім қаралардың адвокаттары немесе олардың жұмыстарын заңдастырушы орган ретінде функция атқарып отырса, жалпы Қазақстан бойынша жоғарғы соты бар, басқасы бар. Бұл тәуелсіз саяси билік саналмай отыр. Бола алмай отыр. Өкінішке орай бұл факт. Және екінші, қоғамдағы жеке басқа табынушылық арқылы президентті әсіре мақтау немесе президенттен пайғамбар жасау дерті өкінішке орай байқалады. Бұл пікіріңізбен де келсем, ендігі біз талқылауымыз қажет мәселелердің бірі, жаңағы президент, жаңағы бүгінгі Қазақстанның саяси басшылығындағы кадр мәселесіне тоқталайықшы. Күні кеше ғана осы жуырда болған Бишімбаев оқиғасы, инцидент, қазақ қоғамында ұзу-ұзу талқы тудырды. Әкесі шенді шекпенді болған бала, Қазақстанның саяси билігінде лауазымды қызметтерді атқарған адам, министрлік тізгіндеген адам. Бұлай айтқанда, қазақта сөз бар ғой, тегін адам таз болмайды. Сондай жерге дейін лауазымдық биікке жеткен адамның анандай
инцидентпен қоғамда аты шығуы бұл шын мәнісінде назар аударуымыз қажет мәселе. Өйткені өкінішке орай қазіргі уақытта да бізде сондай ерке балалардың лауазымды кадрлар есебінде тұрғаны жасырын емес. Осыған қатысты не айтасыз? Енді бұл Бишімбаевтың кейсі менсіз де талқыланды ғой, өте қатты, өте қоғамда талқыланды. Бір жағынан мен адам ретінде Бишімбаевтың жаңағы расымен де жақындарына, әкесіне, осындай жаңа әлпеште өсірген анасына, туыстарын жаным ашиды. Мынандай жаңағы елдің сөзін, елдің қарғысын сияқты естіп жатыр. Ер азаматтың бір басына тілемейтін бір үлкен сындардың біреуі ғой, үлкен сын. Енді жаңағы тергеуі бар, соты бар, бір шешім шығарар. Бірақ бұл символикалық бір болып жатқан оқиға бізде. Алдында жаңағы Үсенов деген болды ғой. Бұл адамдарды көлікпен шыбын таптағандай өте шыққан. Сол сияқты бұл бір мынау жаңа өзің айтып кеткен бізде билікте қызметті көрмей, ауылды көрмей, ауылдың шаңын көрмей, ауданның шаңын көрмей, қызмет өсу баспалдағын мысалы кейбір аудандарға барсақ, уже жасы келіп қалған кісілер әкім болып отырады, мысалы, сол ауданнан шықпай. Ұзақ уақыт, бір жағынан елге беделі бар отырған, бірақ әлі көтерілмеген. Енді сол азаматтардың орнын мынау кешегі жаңағы бәлем бітірген, түген бітірген деп келген вундеркиндтер басты ғой. Бір мезетте бірнеше жерде қатар оқыған. Бұлар жаңағы обал сауапты білмейтін, осы мен өзім ойлаймын, осы бір көп үміт күткен, осы жаңағы болашақтан көп үміт күттік, жастар жас кесеске дейді, мен жастарға сенем дейді. Сондай бір жастарға байланысты сөздер бар ғой. Ішінде мықты қызмет атқарып жүргенде жастар бар, тура. Мысалы, сол тура сол сияқты мынандай бір әулеттен, ауқатты әулеттен, жаңағы көрген, білген, қызмет істеген әулеттен шыққанда азаматтар жүр. Оның бәрі қылмыскер емес. Бірақ кадр саясатында меніңше осы әлі күнге дейін жаңағы 40 төбенің басын шолған біреуді әкеп, қарасаңыз, жаңағы зам министр қойып қояды, министр қойып қояды, әкім болып қояды. Мысалы, енді жаман жақсы болсын, бұрын әкімдердің бәрін танып тұрушы едік қой. Қай әкім қай жерде дегенде біліп тұратынбыз. Қазір өзі әкімдер танудан қалдық қай облыста. Болмаса қаланың әкім кім болып отырғанша. Осының барлығы бір сабақтасып келетін бір проблема секілді. Осының барлығы бір үлкен. Бұның үстіне жаңағы әңгімені қосуға болады. Бишімбаевтың бұрын сотты болып, кешірім сұрап бостандыққа шығуы, яғни жаза мерзімін толық өтемей шығуы, бұл барлығы сабақтасып келген бір үлкен бір қоғамдық проблема секілді елдегі. Бірақ бұл жерде бір мынандай қалай айтсақ екен, бір үлкен мәселе бар. Мысалы, бізде бытовой насилие дейді ғой. Бытовой насилие дейді, жаңағы балалардың зорлығы дейді. Басқа мәселе бүгін бізде заңның жетіспеушілігі емес. Мысалы, заңның жетіспеушілігі емес. Мысалы, біз жаңа киік атқан азамат, киік атқан браконьерлер бар ғой. Осы жаңа қорықшы, біздегі символ болған, киіктің лагын көтеріп тұрған азамат әлі күнге дейін көз алдында. Сол азамат осындай қоғамның талқылауына түскен кезде соған байланысты браконьерлерге жаңағы заңды күшейттік. Енді кеп жаңағы Үсенов көлікпен адам таптаған кезде жаңағы бұл да солай шулап кеп мына мас күйінде рөлге отырғандарға жазаны күшейттік. Қазір мына тюремный население дейді ғой. Түрме тұрғындары ма, қазақша қалай айтамыз, тұтқындар ма? Солардың саны қазір көбейіп кеткен, беріп келе жатқан осы жаңағы мас күйінде рөлге отырғандар, жаңағы браконьерлер. Енді бүгін қарасаңыз, киікті өзіміз қолмен қырып жатқан кезде, сол киікті атқан браконьерлерді бүгін түрмеден шығару керек сияқты. Автокөлігінен бір киік ұстаған,
болмаса бір жаңа қоянның қанын тауып алған, әуес қой аңшылар. әуес қой сол ауылдың балалары сол ауылдан шықпаған, жаңа шығып қоян атып келе жатқанда қолға түсіп қалған, сондай хаттар. Енді келіп қарасаңыз соларды менің айтайын дегенім, Заң біз әрбір оқиғаға байланысты заңды жаңағы точечно дейді ғой анау. Заңда жаңағы бүйтіп ана жерді, мына жерді жаңағы күшейте беру деген меніңше дұрыс емес. Біздің заңда барлығы қарастырған. Бізде заңды күшейту емес, заң жұмыс істемей тұр. Иә, орындалу, заң жұмыс істемей тұр. Заң жұмыс істемей тұр. Жаңағы 1 миллион взяткамен ұсталған адам. 1 миллион емес. 1 миллион Харгостағы жаңағы. Иә, миллиард. Иә, 1 миллиардтық шатасып қалдық. Немеді, иә. Иә, сол ни ол алып жаңа шығып кетеді. Жаңағы Қайрат Боранбаевтың кейсі. Бодауын төлеп, бір информациялық жаңағы ақпарат болса 2 миллиард береді. Тағы бірдемке болса 3 миллиард береді. Енді бір қозғалса жаңағы ресторан береді, енді бір қозғалса қонақ үй береді тағысында. Бұл сонда қозғалған сайын жаңағы аспаннан жауап береді, бұл не қылған байлық. Бұл деген біздегі заңның жұмыс істемей тұрғаны деген сөз. Біздегі заңда кемшілік жоқ қарасаңыз, бізде барлығы қарастырылған. Ішіндегі жаңағы бытовой насилие деп тұрмыз, әйелдерді қандай күшейту, басқа барлығы болған бізде. Барлығы осы заң. Бірақ заң жұмыс істемей тұр. Сондықтан біздегі бірінші мәселе мына заңның жұмыс істеуін, заң бәріне бірдей болу керек. Жаңа айттым ғой мен, ескі Қазақстан емес, жаңа Қазақстан, заң бәріне бірдей болу керек. Қылмыс жасадың, ұсталдың, жазасын өтеу керек. Болды. Тигізген зияның мемлекетке, жаңа тигізген коррупциялық зияның бар орнына келтірілу керек. Осы жерде бір қоғамдық талқыда болған бір әңгімені айта кетейінші. Жемқорлық бабымен, қаржылық алаяқтық бабымен аса ірі көлемде жемқорлық, қаржылық алаяқтық емес, аса ірі көлемде жемқорлық бабымен ұсталған азаматтарды УДО дейміз ғой, уақытынан бұрын босату, оны жер айдау, мәжбүрлі инвестицияға итермелеу туралы бір ұсыныс талқылар болған еді. Иә. Сіз қалай ойлайсыз, осы қаншалықты эффективті бұл анау КСРО кезіндегі қолданылған механизмдердің бірі ғой? Иә. Мысалы жаңағы Боранбаев аса ірі көлемде жемқорлықпен тұтқындалды, оны 1 жыл, 2 жыл дегенде бодауын төлеп, бостандыққа шығып, ары қарай бизнесін қалай бар, солай өмірін сүре береді. Жаңағы Бишімбаевтың мысалы да, басқасы бар тағы ақысын төлеп, азаттығын сатып алып отырған азаматтардың әңгімесі. Оларды мәжбүрлі ақыры, оларды түрмеге жабу, оларға жаза өтету механизмі қазіргі уақытта жұмыс істемей жатса, оларды бәлкім мәжбүрлі инвестицияға, яғни жер айдау арқылы олардан пайда көру қаншалықты мүмкін, реалды дүние? Бұл ойыңызды түсіндім. Бұл жерде біз анықтап екіге бөліп алуымыз керек. Біздің осы ссылка, высылка дейді ғой, жер аудару, ссылка, высылка деген қосымша жазалау түрі ретінде бізден Ақ Жол партиясына ұсынылған. Бірақ біз бұл коррупциялық қылмыс жасаған азаматтарға байланысты емес. Біз бұны мына кәсіпкерлік салада жүріп, мысалы кәсіпкерлік салада мына жалған кәсіпкерлік деген статьяны алып тастағаннан кейін Уголовный кодекстан қазір мысалы әртүрлі қитұрқылық амалдарменен бүгін кәсіпкерлерді қылмыстық істің шарасына тарту көбейіп кетті. Бүгін жаңағы до начисления дейді налогов, жаңағы істемеген признание сделки недействительны дейді, болмаған деп санау сделка. Мысалы бүгін өте үлкен қоғамда резонанс туғызып жатыр кәсіпкерлердің арасындағы. Мысалы сіз кәсіпкер осы мектепті салатын болсаңыз, мектеп салынып тұр, балалар оқып тұр. Бірақ салық органдары келіп сізге неге сіздің штатта адамдарыңыз жоқ, неге сіздің осынша транспортыңыз жоқ, неге сіздің анауыңыз жоқ, мынауыңыз жоқ, сондықтан біз сізді бұл сделка жасалмаған деп танимыз дейді. Содан кейін сотқа сондай шешім береді, сот оны өткізеді. Мысалы
Бірақ сізге осы мектепті салу үшін соншама миллион тұратын техниканы сатып алып қажет емес. Мысалы, сіз оны біреуден арендаға алдыңыз, жұмысшыларды 2 айға тарттыңыз, 3 айдың ішінде сіз салып біттіңіз. Мысалы, ауылдың шаға мектебін. Былай енді қысқаша түсіндіргенде. Сіз осыны атқардыңыз. Бірақ бүгін салық органдар сізді Құдай сақтасын, сосын сол кәсіпкерлерді сөйтіп қылмыстық істің шарасына тартып, тіптен реалды бас бостандығынан айырып, бүгін түрмеде отырғандар бар. Соған байланысты біздің айтқанымыз болатын. Мына қылмыстық осындай істің тартылып, мына экономический проступки деген бар. Проступки деген бұл жаңағы қылмыс емес, ақылды, білімді, мысалы, азаматтар кәсіпкерлік жолда жүріп, әртүрлі, мысалы, оқиғалардың арқасында мына бүгін қылмыстық жазасын өтеуге мәжбүр болып отырған азаматтарды біз бұны түрменің тас қабырғасына салып қайтеміз. Бұл адамды мысалы бас бостандығынан айыру деген, бұл адам расымен де қоғамға қауіп туғызу керек. Бұл кеше 1000 кісіні асыраған адам, бизнесмен, бүгін түрмеде отыр. Соны қосымша жаза ретінде, мысалы, біздің алыс аудандар бар, мысалы, анау дамуға жетеді. Арқалық сияқты қалаларымыз бар, моноқалалар бар. Сол жаққа жер аудар. Бүгін енді бақылаудың нелері көп қой, амалдары көп. Пробация дейді бүгін. Пробациямен көріп тұрады сіздің қай жерде жүргеніңізді. Оны о жақта жаңа үкіметтің есебінен 6 жыл, 5 жыл болмаса 10 жыл асырағанша, ол кісі керісінше саған 6-5-10 жылдың ішінде сол жақта жаңағы мекеме ашып. Бұл жаңағы мәжбүрлі инвестиция. Иә. Ал енді бірақ мына жемқорлықпен сотталған азаматтар бұлар жазасын өтеу керек. Жемқорлық боларға ешқандай кешірім де жоқ. Ол жағынан бізден ұсыныс та болмаған жемқорлықпен. Ал сол жемқорлықпен сотталған азаматтарды УДО-мен, яғни уақытынан бұрын босату құқығынан шектеу, айыру мәселесі көтерілді ма? Көтерілді. Қазір УДО-мен қазір міне ұмытып қалдым, былтырдан ба бастап қазір УДО-мен аса ірі көлемде жемқорлық жасағандар УДО-мен шыға алмайды. Былтырдан, бірақ биыл шығып отыр ғой Боранбаев. Енді бұл Боранбаевтың кейсін қарасаңыз, жаңағы бодауын төледі. Мен де шамам келгенше қарадым, жаңағы 3-тен 1 немес жартысына отырды. Осындай енді ол шешім қабылдап отыр бұл жағынан. Енді мүмкін бұл жаңағы заңсыз активтерді қайтару аясында қайтарылған шығар. Сол көрдіңіз ба? УДО-мен босатуға тыйым салатын заң былтырдан бері күшіне енсе де, бостандыққа шығудың жаңағы УДО-мен әртүрлі тетіктері бар, айналма жолдары бар. Өкінішке орай. Оның жарқын мысалын біз көріп отырмыз. Жақында ғана көріп отырмыз. Енді әңгімеміздің түйінін, жаңа әңгімеміздің барысында Тырнақшаның ішінде ескі Қазақстан, Тырнақшаның ішінде жаңа Қазақстан деген біраз әңгімелерді айттық қой. Қоғамда қызу талқыға түскен тақырыптардың бірі бұл экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі, Болат Назарбаевтың оқыс қазасы және Болат Назарбаевқа берілген Алматыдағы жерлеу рәсімі, одан кейін Астанадағы ас, онда төбе көрсеткен саяси Қазақстанның бұрынғы һәм қазіргі саяси кадрларының көрініс жаңағы жүруі, осы әңгіме қоғамда қызу талқы тудырды. Ескі Қазақстан соңғы съезін өткізіп жатыр, немесе соңғы басқосуын, тұяқ серпуін өткізіп жатыр деген пікірлер айтылды. Керісінше ескі Қазақстан қайта жиналып, әлденен жоспарлап жатыр деген әңгімелер айтылды, тағысын тағы. Сіз осы кадрларды, осы көріністерді қалай бағалар едіңіз? Енді иманды болсын, Болат Назарбаев қанша жерден президенттің бауыры болса да, бұндай мемлекеттік деңгейде бұл мемлекеттік ақпараттардың жаңа қатысуымен, солардың бір күн бойы, 2 күн бойы жаңа ақпараттық кеңістікті осы мәселені толтыруымен болатын тұлға деп санамаймын Болат Назарбаевты. Артынан жақсы сөз ерген жоқ. Ол жарықтықтың артынан енді бұл да уақыттың еншісінде шығар ол кісінің.
жалпы болашақта ол кісінің аты қалай болады. Мен өз басым бұл Болат Назарбаевтың асындағы мына біздің тұңғыш президентіміздің сөйлеген сөзін мына халыққа, елге доқ көрсету деп қабылдадым. Қыр көрсету. Иә. Деп мен өзімнің жеке қабылдауым осындай болды. Мысалы? Бұл кешегі қаңтар үшін кешірім сұраудың орнына, кешегі қаңтар үшін. Қаңтардан кейін мен жай ғана пенсионермін, мен қолымнан не келеді деп мүсәпір болып отырған шалдың мына сияқты жаңағы мен ешқандай өкінішім жоқ, мен бәрін атқардым. Мен жаңағы сөзін қайталап жатпайын, айтылған сөздердің барлығын мен бұл елге қыр көрсету. Біз әлі бармыз. Қасындағы сол қаңтар кезіндегі бұрыш-бұрышқа тығылып қалған шенеуніктердің барлығының қаңтарды ұмытып, беймарал рахаттанып, қымбат көліктермен, қымбат киімдермен, жаңағы қасында үйір-үйірлермен жүруі, тобыр-тобырмен жүруін мен осы бүгінгі жаңа Қазақстанмын деп өзін санайтын азаматтарға қыр көрсету. Біз бармыз, біз ешқайда кеткен жоқпыз, біз әлі биліктеміз, біз әлі бұл елді басқарып отырмыз деген мүмкін айтылмаған шығар. Бірақ өзім сондай сезіммен қабылдадым. Елден кешірім сұрағанның орнына, қаңтар кезіндегі қырылып қалған адамдардың құнын төлегеннің орнына, мысалы президенттің енді қалай айтамыз, құдасы ма Қайрат Боранбаевты. Бір Қайрат Боранбаевтың өзінен осынша қаржы қайтатын болса, президенттің тікелей балаларынан осы қаңтарда қайтқан бейкүнә азаматтардың құнын баяғыда төлеп тастайтын, қазақта құн деген бар. Әкесіз қалған балаларға ер жеткенше пенсиясын, асыраушысы жоқ адамдарға үйін алып беретін. Олардың қазақша айтқанда құны дейді ғой. Әділ құнын төлегеннің орнына бүгін өлген адамдар сыртынан соттап жатқаны, бұл әлі бұл ескі биліктің әлі ешқайда кетпегенін көрсетеді. Оны мәймөңкелеп жаңағы, ол ескі билік кетті. Мен расымен де сенуші едім. Мен осындай жаңағы президенттің туыстары қамалып, осындай бір биліктен айырылып жатқанына. Биліктен айырылып, жаңағы сондай бір жаңадан тергеулер басталып жатқан кезде үміттеніп едім. Бір әділдік орнаған шығар деп. Бірақ әділдік орнамағаннан көзім жетіп келе жатыр. Сонда қалай бұл президенттің, яғни бір бауыры осындай жаңағы Қайрат Сатыбалдин айтатын болсақ, осы жаңағы неше түрлі қылмысқа қатысы болса, екінші бауырдың қалай қатысы жоқ, оны көрмей отырған президент қайда, оның бүгінгі асқа жиналып отырған туыстары қайда, болмаса ұлттық қауіпсіздіктің төрағасы бізде Масимовтың ұлттық қауіпсіздіктің төрағасы деген бұл деген үлкен тұлға ғой. Бұл кісінің жаңағы жүріс-тұрысына дейін біліп отырған президент неге білмеді оны? Сұрақ өте көп әлі. Сұрақ өте көп. Сондықтан өз басым мен солай қабылдадым. Бөке деген бір ат Назарбаев деген фамилиядан сұсты, сесті болып өмір өтті. Дұрыс айтасыз, жаңағы асқа жиналған ескі Қазақстанның тырнақшаның ішіндегі кейбір экс-шенеуніктері, Қуаныш Сұлтанов секілді азаматтардың Нұрсұлтан Назарбаевқа ұзақ арнау, мақтау, мадақтау айтуы қоғамның жүйкесіне жағымды әсер етті дей алмаймыз. Сұхбатымыз біраз жерге барды. Біраз әңгіме айттық деп ойлаймын. Бүгінгі Қазақстанға қатысты, кешегі Қазақстанға қатысты, кешегі саяси кадрларға, бүгінгі саяси кадрларға қатысты айтылмай қалған әңгіме жоқ, сірә қоғамдағы негізгі тақырып талқылауға тырыстық.
Сіңізге сәттілік. Рахмет Нұргелді. Сіздерден алдағы уақытта да батыл, өзекті, өткір депутаттық сауалдардың көтерілуін және оларды шешілуін күтеміз. Рахмет Нұргелді. Бұл эфирден жаңа батыр болайын деп емес, болмаса бір есеп қисаптың мақсатымен емес бұл. Бұл көзіміз ашық болса екен дейміз. Еліміз жаңағы елімізге деген көзқарас екі түрлі болмай шын болса екен дейміз. Мына еліміздің әл-ауқаты қағазбен емес, жаңа күнделікті өмірден көрінсе екен дейміз. Күнделікті өмірде өкінішке орай еліміз жағдайы қиындап бара жатыр. Бүгінгі инфляция деңгейі, бүгінгі өндіріс біздегі экономиканың жағдайы, бүгінгі саяси либерализм, бүгінгі құндылықтарымыз, біздің ұлттық құндылықтарымыз өкінішке орай менің байқауымша әлсіреп тұр. Осыны қолға алып, бір соған себепші болсақ екен дейміз. Біздің сөзімізді бір жаудың сөзі емес. Бұл деген дос жылатып айтады дейді ғой. Жау күлдіріп айтады. Енді біздің осы бір зиян үшін емес, осы сөзімізден, осы алдымыздағы 30 жыл тәжірибе бізге сабақ болу керек еді осы. Осы әсіре мақтаудың, басқа дүниенің осы зиянын бір адамдай шегіп жатырмыз ғой бүгін. Жоқ, біз қайтадан осы жаңа болмаса бір министрді мақтаудан, жалданбалы жаңа азаматтардың, блогерлардың бас салып біреуді құттықтауы, жоқ жерден бір тұлға жасап қоюы, бұның барлығы бізге қызмет етуге менеджерлер, президенттен бастап, президенттің өзі айтты ғой, менеджерлер. Халықтың жағдайын жақсартуға арналған менеджерлер. Мынандай бай жерде отырып, асты да үсті де байлыққа толып тұрған елде мына сияқты кедей өмір сүру. Мынандай бай жерде отырып, шетелге барып, капуста жинау. Біз осыдан бір 15 жыл бұрын күлуші едік. Бізге келіп жатқан жаңа гастарбайтерлер деп. Өзіміз сол гастарбайтердің жағдайына жетіп қалдық бүгін. Гастарбайтер болып жүрміз. Тіптен қолынан түк келмейтін емес, көз ашық балалардың шетелге барып қара жұмысқа жалдана бастауы бұл елімізге бір үлкен сигнал. Сондықтан осының алдын алсақ екен дейміз, батырлық жасау емес. Өкінішке орай қазақ гастарбайтерлері деген термин қолданысқа еніп үлгерді. Үлгерді, еніп үлгерді. Жақсы, рахмет. Жақсы, Нұргелді, жақсы.